Ең ұзақ жасайтын халық қайсы? Көпшілік дәру Япония деп ойлайды. Дұрыс, бірақ Японияның өзінде де ең ұзақ жасайтын халық Окинава атауында жасайды. Бұл арал Тынч океанында жайласқан. Әзірге шекем бұл қалада 100-ден асқан мыңлаған адамлар болған. Неге олар бұндай ұзақ жасайды? Біріншіден, олардың ауқатлану тәртібі. Олар көп ауқат жемейді. Хәтте олардың 80% қарным тойды, енді жеткілікті деген нақылы да бар. Ауқатлардың тикарғы бөлегі палыз егінлері, балық, тофу, соя өнімлері һәм жасыл шай. Майлы, құмшекерлі, қуырылған ауқатлар дерлік жоқ. Екіншіден, олар мұдамы әрекетте. Үшіншіден, социал байланыстар. Яғни олар жалғыз жасамайды. Достары, қоңсылары менен тұрақлы байланыста болады. Нәтижеде стресс азаяды, өмірге деген сенім артады. Төртіншіден, психикалық тұрақлылық. Статистикаға қарайтын болсақ, Окинава атауында аяллар 87 жасқа шекем, ал ер адамлар болса орташа 81 жасқа шекем жасайды. Және бұл дүниядағы ең жоғары көрсеткіштерден бірі есептелінеді.